Спортта жүрген балалар, спортта жүрген сендердің қоршаған орталарында балалар бар ғой, спортта қоршаған ортаған балалар. Никогда балалар сендерді жаман жолға тартпайды. Никогда. Балалар тұра қойды. Үй балам тұр. Өзі кішкентай тетек өзі. Тұр. Никогда сендер жаман жолға тартпайды. Никогда. Бағлан бұрында мынандай болады, қазір мынандай болып кетті қазір. Бағланға келіп, мысалға, спортта жүрген бала, мысалға, мына балам деп айтпайды, Бағлан. Мә, балам, качок, детский отсың, балам, Бағлан, мә, красавчик боласың, өсіп алсың, жүрсіз, пиво ішіп қайтайық бар. Жүрсіз пиво ішіп. Темек, айтыс бар, айтыс шегейік. Қыздарға барайық, қыздарды құтайық, клубқа барайық, қойшы сол, ағайды қойшы сол, ана, мама, папаны қойшы деп. Тартамасыңдар ма, спортта жүрген бала? Көрдіңдер ма? Спортта жүрген қандай өзінің ерекшелігі, өзінің қандай үлкен плюстары бар. Мен бұны сендерге айтып жатқанмын балалар. Мен чемпион боламадым, ағай мен жарысқа апармайды, жасап жатқан жаттығым бәрі далаға кетіп жатыр. Анау-мынау, туда-сюда деп никогда ойламаңдар болды. Никогда өйтіп ойламаңдар. Жарысқа бармасаңдар да, чемпион болмасаңдар да, әрдайым спортпен айналысқан бала, әрдайым спортта жүрген бала, ағайын тыңдай білген, ағайын айтқан істей білген бала никогда жерде қалмайсың. Никогда. Осыны миларын оқығанда. Жаттығу жасаған бала, әрдайым жаттығу жасап өзін шымырлатып жүрген бала. Сендер никогда в минусе не будете, ребята. Проигрышта болмайсыңдар никогда. Сендер только выигрышта боласыңдар. Жеңіс жағынан көрініп жүретін боласыңдар. Спортта жүрген бала ол дисциплинированный. Спортта жүрген бала ол тәртіпті, ұқыпты. Спортта жүрген бала еңбек не екенін біледі. Спортта жүрген бала ол всегда красавчик, әдемі, спортсмен. И спортта жүрген бала окруженияларын кеселеді, достарым мықты жігіттер болады. Бір-бірлеріңе жақсы сөз айтып, бір-бірлеріңді қолдап, бір-біріңді көтеріп, еще мына жақта мұхит ағайларым бар, азаннан кешке дейін миларыңды ашып, тәртіп сақта, бүйт, жаса, істе, анаңды тыңда, әкеңді тыңда, қасындағы бауырыңа дос бол, мықты жігіт бол, бір-біріңе мейірімді бол, бір-біріңе жұмсақ мінезді бол, екі сөйлемендер, жігіт деген мындай бол өтіп, еще ағайлар миларын жейді. Қалай сендер, балалар жаттығу жасап жүрсіңдер, қалай ойлайсыңдар сендер? Біз мына жаттығу жасап жүр, мынау жаттығуың бәрі далаға кетіп жатыр деп, қалай айтасыңдар? Жаттығуың бәрі далаға кетіп жатыр деп. Қалай далаға кетіп жатыр ол? Ол далаға кетпейді дейік айта балалар. Ал олай айтатын бала, далаға кетіп жатыр бәрі. Мен ағай жарысқа апармайды, менен әйші құрдан бұры жүрмін деп. И әке-шешелері сөйтіп ойлайтын. Әке-шешелері балаларына сөйтіп айтатын. Сен жасағандар бес толку, далаға кетіп жатыр бәрі деген. И бала который сөйтіп ойлайды. Олар өз-өздерін атқа сүйрелеп, ана шұңғырға өздерін сүріп тұрып жатыр. Мен айтқан түсінесіңдер ма? Не түсіндіңдер? Балам не түсіндің? Молодец! Жасап отқан жаттығуның бәрі қалай? Молодец! Жолда қалмай. Түбі балалар, ертеңгі күні шығасыңдар сендерде. Ертеңгі күні біреулерің, может, балам сен әкім боласың. Может, сен балам болашақ Қазақстан Республикасының президент шығасың. Тоқаевтан кейін болатын Құдай қаласа. Может, балам сен болашақ министр шығасың. Ана Қытайлар пәленбай машинелер шығарып отыр ғой. Может, сен балам механик бір, білмеймін, қазақтың бір көлігін шығарады. Мүмкін сен балам космосқа ұшатын жасың. Дұрыс па? Сондай бір үлкен жетістікке, мәселе үлкен бір жетістікке жетіп үлкен басшылықта отыруда ғана емес. Жай әшейін бір кішкентай ғана бір жұмыс жасап жүрсеңдер де, бірақ ата-аналарыңды қуантып, жақындарыңды қуантып жүрсеңдер балалар. Сол уақытта қандай да бір қиыншылық болған кезде сол қиыншылық сендер
раз, два ұрасына да оп деп қойсына да қалдырғары жүре берген кезде, сол кезде сендер осы жүрген жаттығудағы көшедегі ағайлардың айтқан сөздерін мүмкін естеріңе түсіресіздер. Мына бүкіл жетіп атқан жетістік, осы мына шымырлығымыз, ішіміздегі мына рухымызды шығарған, бізге мінез берген, бізге рух берген, осы бір жалмауыз бір бапкеріміз өт, Мұхит деген ағай, ауыз жауа алмайтын, білгенін айтып, білгенін көрсететін бізге, сол ағайымызда бір үміті, еңбегі бар ғой бізге ақталған, үлесі бар ғой бізге қосылған. Ағайым сол, рахмет сол ағайыма деп. Іштеріңнен сол сөзді бір естеріңе түсіп бір айтқан өзі бар ғой, ол мен үшін үлкен бақыт қой бала. Түсіндіңдер ме? Так что, балалар, спортта, бокста жүрген бала никогда далада қалмайсыңдар, естеріңде болсын. Никогда. Хоть чемпион бол, хоть чемпион болма. Чемпион болып жатсаң әрине қуанамын. Бапкерлік бақыт, ол да бапкерлік ләззат. Бірақ одан да бөлек бапкерлік бақыт, ләззатқа бату деген сөз ол. Тек қана чемпиондар дайындау емес, мықты азаматтарды шығару, мықты жігіттерді шығару. Яғни ертеңгі еліміздің болашағы сендерсіңдер. Сендерге дұрыс жол көрсетіп, сендерді шымырлатып, мықты болуларына бар үлесімді қосып жатырмын. Мықты жігіт болып өссеңдер, темір тепсе темір жігіт болып өссеңдер, одан асқан бақыт жоқ. Дұрыс айтасың бала, дұрыс па? Уақыт өтеді, ертең мен шал боламын, мен жасымда уже 40 қайып қалды. 10 жыл өтеді де кетеді, 50-ге келгенім қалай байқамай қалдым. Тағы 10 жыл, пожалуйста, уже 60 уже. Сол сияқты жігіттер, уақыттарыңды босқа қалаға кетірмеңдер. Пользуйтесь моментом, тыңдаңдар ағайдан, жасаңдар, істеңдер, дамыңдар, развивайтесь. Түбі береке. Постройтесь.